Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін трайфл дайындайтын боламыз. Керек ингредиенттер: 3 жұмыртқа, 200 грамм секер, 250 мл сүт, 3 ас қасық какао, 2 ас қасық разрыхлитель, 100 мл шағу май және 250 грамм ұн. Алдымен 3 жұмыртқаны саламыз. Сүт, шағу май, секер салып аламыз. Ұнға какао мен разрыхлительді араластырып алып, үккіштен өткіздім. Өткізгеннен кейін жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Әбден араластырып алғаннан кейін үстінен қайнаған 100 мл ыстық су қосамыз. Дайын болған тестімді осылай фольганың үстіне құйып 30 минут шамасында пісіріп алдым. Осылай зубочистканы алып салғанда, яғни тап-таза болушы керек. Енді кремін дайындаймыз. Мен 400 мл сливки үстіне 1 сгущенканы қостым, 1 банка. Әбден миксерлеп алдым жақсылап. 7-8 минут шамасында миксерледім. Кремнің қоюлығы осындай болып шықты. Піскен коржымызды әбден суытып алып, осылай ыдысымызға бөліп үгітіп саламыз. Осылай 5 ыдысқа теңдей бөліп салып алдым. Ортасына видеодағыдай бананды турап алып, 5 ыдысқа теңдей бөліп салдым. Шоколадты осылай бөлшектеп алып, үстінен сливки қосып, микроволновкаға ертіп аламыз. Немесе водяной баночкадан да болады. Шоколадымыз суығанша кремімізді кондитерский мешокқа салып, осылай үстінен құйып шықтым видеодағыдай. Сосын шоколадымызды үстінен құямыз. Мен жемшедіктермен осылай әсемдеп шықтым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларынша әсемдеулеріңізге болады. Осымен трайфлымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альмира. Сау, саламатта болыңыздар.